Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, ел неше түрлі халық енді білесіз, айтады. Осы қыздарды пайдаланып жүр дейді, ақшасын жойып жүр дейді. Қазір келіп жатқан мақсатымыз сізге көмектесу үшін келдік. Біздің үлкен команда бар, компания бар. Болашақта Назгүл мен Құндызды ханым мен ханшайымды етіп шығарамыз деген ойдамыз. Алла бұйыртса, сіз керемет болып шықсын, құлпырсын. Қолымыздан келген көмекті бере берейік. Мына өзіңізге де беріп жатырмыз, мына қаражат. Қазір счетымызға жібереміз. Вообще 1 миллиондай қаражат бүгін әкеліп жатырмыз. Алла бұйыртса, енді осы қыздар бақытты болсын. Назгүл мен Құндызды әдемі етіп киіндіріңіз. Жағдайын бәрін жасай беріңіз. Ақша тимей тұр ма балға? Қалағандарыңызша жойып енді не себебі біздер қолымыздан келген көмекті ешқашан аямаймыз, көмектесе береміз. Айтып жатыр ғой, біз Назгүл мен Құндызды одан сайын көмектесіп, халықтың алдына әдемі етіп құлпыртып, елге өмірлерді ауылына апарып, әке-шешесіне Құран оқып қайтсам деген ниетім бар. Сағынады ғой бәрі ел жұртты. Өзімізден мысалы шешеміздің дауысын бір күн естімесек, енді ауылда көз көргендері бар әке-шешесінің. Ағайын туыс бар дегендей. Қыздарымыз құлпыртып әдемі барамыз. Әдемі киімдерін алып беріңіз. Иә. Шаштарын күштетіңіз. Аман болыңыз. Красотка болыңыз. Қолды әдемі етіп бояйсыз. Енді қолды әдемі болып. жұлдыз боласыздар. Жұлдыз болады. Иә.